осындай шапкаларды қалай өте тез және оңай жасауға болатындығы жайлы білгіңіз келсе, осы видеоны соңына дейін көріңіз. Бәлкім дизайнерлер болатын болса, осы видеоны көріп отқан, осы видеом үшін мені жек көріп кетуі мүмкін, сондықтан тыныш оларға айтпаңыздар. Достар, негізі бізде осындай Photoshop дейтін бағдарлама бар. Ол бағдарлама енді тегін емес, тегін алуға да болады, бірақ ол тегін алыңыздар, тегін алмаңыздар деп ешқандай нәрсе айта алмаймын. Неге? Себебі тегін нәрсе өте қауіпті екендігін түсініп келе жатырмын. Тегін аласыздар ма, ол тегіннің қадірі жоқ, там тегіннің бір нәрсесі жоқ деп айтады ғой, қазақта бар ғой, сондай мақал-мәтелдер. Сол негізі шын, негізі тегін алып керек емес. Но если возможность жоқ болса, енді білмеймін, өздеріңіз көресіздер ол жағын. Бірақ мен енді мақсатым көрсету болғандықтан қазір көрсететін боламын сіздерге қалай жасағанымды. Осындай, қараңыздар. Осындай сіздер енді бар делік, шосы. Осындай не бар делік. Сіздер енді ең бірінші Google-ға кіресіздер. Google-ға кіресіздер де бүйтіп жазасыздар. Шапки для YouTube деп жазасыздар. Шапки. Жоқ, ВК дегенді жазасыздар. ВК-ға кіресіздер біріншісі. ВК өздеріңіздің ВК-ларыңызға кіріп алыңыздар. Егер доступ болмаса, білмеймін доступ бар ма жоқ па, егер доступ болса кіріп алыңыздар. Содан кейін мынау не деген бар ғой, сообщество деген бар ғой. Сообщество дегенде группа, пабликтерден іздейтін боласыздар сіздер. Мысалы, премиум PSD деген осындай нелер бар. Все для фотошопа деп тұр. Осы жақтан сіздер жүктеп аласыздар. Осы жақтан сіздер кез келген бір шапка немесе превью жасайтын болсаңыздар, міне мына жақта негізі болу керек. Міне мысалы мына жерде жоқ, мындай емес, қазір. Мысалы, қазір көрсетемін сіздерге. Мысалы, міне мына пацан салып қойыпты, PSD шаблон шапки для соцсетей деп. Көрдіңіздер ма? Осы PSD форматта осылай жүктеп аласыздар, мынаны бассаңыздар жүктелмейді. Осыны бассаңыздар жүктелмейді. Мысалы, мына превьюда жүктеп алуға болмайды екен қазір. Егер PSD деп, міне мысалы PSD деп тұрады, осы PSD деп тұрса, осыны жүктеп алуға болады сіздерге. Өздеріңіздің елеңіздер, мына жақта жүктелмейді. Осы жүктеп алғаннан кейін сіздер кіресіздер соған басып, содан кейін мысалы мынаны қараңыз, мына жақта мен өзіме жүктеп алған болатынмын осылай. Бұл енді превью, обложка. Жарайды. Обложкада осы жерге мысалы өзіңіздің суретіңізді қосып саласыз мына жақта. Мысалы, мына жақта осындай слойлар бар, осы слойларды бүйтіп бассаңыз, мысалы шығады осы жерде. Жарайды, бұны қазір шығып бере салайын. Естеріңізде сақтаңыздар, ол ВКонтактеден алып аласыздар. Екінші сіздер кіресіздер де, мысалы, бірден жазасыздар, шапки для YouTube деп жазасыздар. PSD деп. Мысалы, фрипик дегендерден алсаңыздар болады. Мысалы, мынаны қараңыздар, шапки для YouTube. Мысалы, мынаған кіріп көрейік. Міне осындай сайттардан алсаңыздар болады. Сіз мысалы, сіздікі ойын каналы болатын болса, ойын каналын алсаңыздар болады. Сіздерге қандай канал, өздеріңіздің мына жерден таңдап аласыздар. Енді менің шапкам қалай жасалды, соған көрсетейін сіздерге. Менің шапкам былай жасалды негізі. Мен сіздерге сол шапканың PSD несін тастап кететін боламын, файлын. Содан мынау төменгі сілтемеге өтіп, Телеграмда немесе Телеграмда да бар. Сосын Телеграмда тегін курс өтіп жатырмын. Тегін курс салып қойдым сіздер үшін. Сол тегін курсқа да қатыссаңыздар болады. Өте сіздерге пайдалы болады. Мысалы, қараңыздар, осылай кірдіңіздер, папка скачать етіп аласыздар. Егер zip файлда болатын болса, zip файлда архивация жасап аласыздар да, сосын неге PSD-ға кіресіздер, осылай басасыздар, болды. Өзі кірілу керек. Егер Photoshop болса әрине сіздерде. Міне көрдіңіздер ме, кірілді. Мысалы, сіздер өзгерте аласыздар мына жақта. Қалай өзгертесіздер? Міне, мынаны былай кішкене бүйтіп үлкейтіп қойыңыздар. Мына рет жауып тастауға да болады шығар. Жауып қойсақ. Мына қараңыздар, мына жақта бүйтіп жауып қойсақ. Міне, шапка Арман Шаймерден деген кіресіздер, мынаны басасыздар, стрелочканы. Сосын, мысалы, сіздер қай жерде өзгертулеріңіз келеді? Мынаны міндетті түрде көзді бассаңыздар, мына өшеді. Мынау просто светокоррекция, ол светокоррекцияда оңай қазір көрсетіп боламын сіздерге. Мысалы, қараңыздар. Сіздер мысалы мына сөзді өзгертулеріңіз келді. Мына жақта автобобр дегенді бүйтіп басып қойасыздар каблучкамен. Мысалы, жақындатасыздар, альтты басып тұрып, мынау нені тышқанның мынандай дөңгелегін бүйтіп айналдырсаңыздар, өзі жақындап алсайды. Сосын мысалы Арман Шаймерден деген үлкен жазуды өзгертулеріңіз келсе, үстінен басасыздар. Үстінен басқаннан кейін міне мына слойға келеді. Осы слойдың үстінде тұрған қарап қойыңыздар, тексеріп, сосын мынау текстіге басасыздар да, мынаның үстінен басасыздар. Үстінен бассаңыздар, мысалы мынаны өзгерте аласыздар. Арман дегенді мысалы Нариман деп өзгерте аласыздар. Мысалы Шаймерден дегенді Арман деп өзгерте аласыздар. Көрдіңіздер ма, өздеріңіз өзгерте аласыздар. Содан кейін мынау галочканы басасыздар. Содан кейін YouTube продюсер және эксперт дегенді өзгерте аласыздар. Мысалы мына жерде YouTube продюсер емес, мысалы дәрігер деп өзгерте аласыздар. Енді әрине қазақшаға дәрігер деп өзгерте аласыз. Дәрігер және эксперт, анау өздеріңізге қалағанша өзгерте аласыздар. Мына суретті удалить тастау үшін мынау үстіне басасыздар тағы да. Міне мына жерде көрдіңіздер ме? Мына сурет
осы болып мына жерде светокоррекция ғой. Мына суретті бүйтіп алып тастасаңыздар болады. Мынаны алып мынаны бассаңыздар болады, немесе backspace дегенді бассаңыздар болады. Жарайды. Бұны түсінді деген ойдамын. Келесі мен сіздерге енді бұл Photoshop'ты сатып алмайтын жағдайда болса, сіздер Figma арқылы жасай аласыздар. Қазір Figma'ны көрсететін боламын. Кез келген тағы Chrome'a кіресіздер, Figma деп жазасыздар. Егер сіздерде аккаунт жоқ болса, аккаунт создавать ету салу да оңай, негізі регистрация жасай саласыздар. Қазір Figma'мен тездетіп көрсете салайын. Плюсті басасыздар, New Decision файл деген кіресіздер. Сосын мынау төрт бұрыш мынау тор көзі көріп тұрса, ол тор көзге бүйтіп бір ғана бүйтіп қоясыздар. Сосын мына жақта сіздерде V деп тұрады. Бұл ені деген сөз. Енін сіздер 2560 деп қоясыздар. Мына жерде H деген бұл бізде биіктігі, бұны біз 1440 деп қоямыз. 1440 бұл Enter. Міне осы біздің шапкамыз, болашақ шапкамыз. Мына жаққа шапка деп жазып қойсаңыздар болады. Frame дегеннің былай үстін бассаңыздар екі рет. Былай шапка деп өзгертіп қоюға болатын болады. Шапка для YouTube канала деп қоя салайық. Сосын енді бұған бізге не керек? Бізге шаблон керек. Шаблонын алу үшін біз кез келген Chrome'a кіреміз. Қазір мен Chrome'a кірейін. Сосын жазамыз шапка для YouTube канала деп жазамыз. Сосын бізде картинки жақта бізде мынандай фото ұсынатын болады Google. Осы фотоны біз копировать етіп аламыз қазір. Міне осылай шыққаннан кейін оң жақ мышканы басып, мышканың оң жағын басып, копировать изображение, сосын қайтадан Figmaға келеміз де вставить етеміз. Міне осылай вставить етілуі мүмкін. Сіздер Ctrl-ды және Alt-ты басып тұрасыздар. Мен енді Mac-пен жұмыс істеп отқаннан кейін Command және Option-ды басам. Command және Option-ды басып тұрам. Жоқ, Command Option емес. Кешірім сұраймын, Command Ctrl-ды басып тұрам. Жоқ, шрифт Ctrl-ды басады екенсіздер. Мен шрифт Command-ды басам. Так, шрифт басып тұра бересіздер. Дұрыс, шрифт басып тұра бересіздер. Шрифт осылай басып тұрып, осылай күйтесіздер. Сосын бізде мынандай линейкалар болу керек. Егер болмаса сіздер шрифт R дейсіздер. Сонда шығады. Міне былай қоясыздар. Егер естілмей қалатса, қандай дедің деп комментария жазып кетіңіздер. Мен монтаж жасап отыратын уақыт жоқ. Себебі тезірек тестировать етуім керек, маған басқа өзімнің істерім бар. Мен сіздерге пайдалы болсын деп осы видеоларды шығарып отырмын. Деп қоясың, короче. Менің негізі тегін курсым өтіп отыр. Сол курсқа сіздерді шақыру мақсатында ғой. Тегін болады. Мен ешқандай ақша алмаймын ол жақтан. Сондықтан тегін курсқа қатысып көріңіздер. Телеграмда болып жатыр. Сосын қараңыздар, қайтадан сіздер Google-ға кіресіздер. Сосын жазасыздар, мысалы сіздер дәрігерсіздер ма? Дәрігерлік бір медицина деп жазасыздар. Медицина фотолар керек бізге. Яғни шапкамызға қоюға. Немесе өзіңіздің түріңіздің бір өзіңіз отырған фотолар болатын болса, тіпті жақсы, оларды да алып осы Figmaға лақтырсаңыз болады. Қазір мынау загрузка жүріп кетсін. Копировать изображение. Осы бағанағы сияқты істейміз. Ctrl-V. Мынаны үлкейтеміз. Мысалы үлкейтіп тура. Тоқтаңыздар, сіздерге түсіндіріп кетпеппін ғой мен. Мынаны қазір өшіре тұрайық. Қараңыздар, мынаны біз не үшін істедік? Вообще нені үшін? Бұл мынау көрдіңіздер ме? Мына аралық, мына шекара ол телефонға арналған шекара. Ал мынау аралық ол неге? Планшетке. Ал мынау аралық, мынау полностью осы аралық ноутбукқа. Ал мынау бүкілі толығымен телевизорге, теледидарға арналған шекара. Сондықтан сіздер мысалы мына жерге фото қоятын болсаңыздар, ол телевизорда көрінеді. Мына жаққа ғана фото қоятын болсаңыздар, осы жердегі фото, осы жердегі аралық сіздерде тек телефонға көрінеді. Сол мақсатта. Мына көзді қайтадан ашайық. Міне, мысалы мен тек телефонға көрінгенін қалаймын, тек мына апаның басы, мынау қолы, мынау мидың суреті деген сияқты да. Мен осы жерге қоямын мысалы. Осы жерге қоямын. Сосын мен мысалы Command деген, Ctrl-ды басып тұрам. Басып тұрып, мынаны былай кіргізуі мүмкін да, былай. Тура осы телефонға ғана арнап қана жасағым келіп тұр қазір. Сосын мен мысалы мынау не тұр, мына жерде бір инструмент бар, бұл фигура деген. Фигураны тура былай тура осылай кетем. 2560 1440. Осыны мысалы мен астына түсірем. Былай аламын да, тура астына просто түсіре салам. Міне көрдіңіздер ме? Мына жақта мен мысалы ақ пен немесе көк пен істегім келеді. Көк пен, мысалы тура мына көк пен істегім келеді. Мына пипеттиканы басам, сосын мына көкке апарам. Сонда менде осындай болды. Көрдіңіздер ме? Енді мен бұның үстіне текст қойғым келеді. Текст қою үшін мен текстіні Т дегеннің үстін басам, сосын мына жаққа мысалы Арман. Так,
бірден үлкейтіп алайық. Мына жақта 12 деп тұрғанды көрдіңіздер ма? Осы 12-нің үстіне барасыздар, үстіне барып альтты басып тұрасыздар. Alt немесе option деген сіздерде Mac болатын болса, осы басып бүйтіп үлкейтсеңіздер, сіздерде қараңыздар, үлкейеді. Ойбай, не болып кетті мынау? Міне 63-ке келдік қой. Енді Арман деп жазып Арман Шаймерден. Көрдіңіздер ме? Арман Шаймерден жазылды. Бұны сіздер ортасына әкеле аласыздар. Мынаны былай созып жіберсеңіздер болады деген сияқты ғой. Әртүрлі. Немесе мына жақтан да қолдансаңыздар болады. Мынаны бассаңыздар тура ортасына келіп береді, мынаны бассаңыздар тура ортасына келтіріп береді деген сияқты. Ол үшін бірақ сіздер мынау кішкене былай жиыруларыңыз керек. Мысалы қараңыздар, жиырып бердім. Немесе былай қойсаңыздар болады, мынау линейкалар да сіздерге көмектеседі. Вот. Енді мынаны кішкене жирный қойсаңыздар болады, міне регуляр дегенге blackқа қоясыздар. Мына жақта тексттің несін өзгертсеңіздер болады, мысалы қызылға, там басқа мысалы мынаумен жылжытып жасылға деген сияқты, мысалы көкке, тағы да басқа осылай өзгерте аласыздар. Мен мысалы мынаны аққа қойып қояйын, жоқ қараға қоя салайын. Сосын бұны мен былай үлкейтейін. Осылай үлкейтейін. Сосын мына текстің астына тағы да бір мысалы фон қойсам болады, мынандай ше қазір. Осы қойып алдым, сосын мынаны астына қойдырам. Сосын мынаның прозрачность азайтам. Мысалы 50 болсын. Немесе тура бағана сақта альтты басып тұрғанда бүйтіп азайтам. Мысалы мынаны аққа қоям. Көрдіңіздер ме? Осылай тағы да өздеріңіздің идеяларыңызға байланысты. Егер идея жетпесе, сіздерге бүйтесіздер. Google-ға кіресіздер, тағы да. Google-ға деп мо, YouTube-ға. YouTube-ға кіресіздер. Мысалы сіздер дәрігерсіздер, иә? Мысалы қараңыздар қазір. Доктор деп жазасыздар. Доктор. Так. Как вылечиться бір нәрсе деп жазбасам, докторлар конкуренттерің шықпай жатыр ғой. Как там сахарный диабет деген сияқты бір нәрсе жазсайшы. Мысалы қараңыздар. Мысалы қайсысын алсам болады? Мысалы Мамедыч жоқ. Мысалы жизнь хирурга дегенді көре салайын, қараңыздар. Міне, бүйтесіздер сіздер. Скриншот не бар? Программасы бар. Егер сіздердікі Windows болатын болса, сіздер міндетті түрде чаттан сұрасаңыздар болады. Telegram чат бар бізде. Сол Telegram чатқа кіріп алыңыздар. Оның сілтемесі менің каналымда тұр. Міне, сол жақтан өте сіздерге көмектесетін болады ютуберлер. Мен де өзім көмектесіп отырамын сіздерге. Сондықтан сол жаққа кіріп алыңыздар. Бізде қазақ ютуберлер сол жақта жиналып жатыр ғой. Мысалы қараңыздар, осылай қоясыздар. Мысалы мынау тура мынау сияқты енді қайталасаңыздар болады осы мүмкінші. Мысалы мынандай түрлеріңіз бар ма? Аласыздар тура осы сияқты түрлеріңізді мына жерге қоясыздар. Мынау Мамедыч деп жазып тұр ғой, Медыч дей ма, не дейді ана? Соны жасауды оңай, мынаны аққа ауыстырған, мысалы қараңыздар, аққа ауыстырған. Мынаның барлығын үлкен әріппен жасаған, оны үлкен әріппен жасау үшін сіздер қазір. Жоқ, оны басты қатырмаңыздар. Болмаса жазсаңыздар, Арман Шаймерден жаздыңыздар. Мысалы Арман деп қана қойшы. Мысалы қараңыздар. Мысалы мынау ақ болып тұр ма? Ақтына кішкене қара қояйық. Мысалы қараңыздар. Мысалы Арман дегенде біткен ғой, былайша айтқанда ше. Мысалы осыны алған, үлкейткен, сосын бүйтіп қойған ғой, мынаны қойған, болды. Көрдіңіздер ма? Негізі кез келген нәрсені бүйтіп көшіре салуға болады, көрдіңіздер ма? Тура осы сияқты. Мына жаққа YouTube-ның несін қойған, ол YouTube-ның несінде қою оңай. Мынандай кішкентай немен жасаған. Мына текст көрдіңіздер ма? Ол текстті былай жасасыздар. Мына қоясыздар. Мынаны black дегенде think дегенге қоясыздар, міне. Тура осы. Просто кішкентай әріппен жазған Арман деп. Вот көрдіңіздер ма? Өте оңай, сондықтан мен сіздерге бұл идея көрсеттім. Егер сіздерге әрине пайдалы болсам, лайк басып кетіңіздер, және алдағы уақытта YouTube-қа байланысты өте көп пайдалы ақпарат шығып отырады. Егер сіздерге пайдалы болатын болса, YouTube сіздерге қызық болатын болса, осы видеолар өте пайдалы болады. Сосын мен курс тағы да қайталап өтемін. Курс өтіп жатырмын YouTube-тан. Өте тегін, бірақ құны миллион теңгелік, құны енді білмеймін, шексіз демеймін. Құны кәдімгідей құнды сіздердің анау ақылы курстарыңызға қарағанда, сондықтан міндетті түрде кіріп қатысып кетіңіздер. Жақсы, сау болыңыздар.